Ансар Эмил ұлы өзіңіздің мұсылман екеніңізді дәлелдеп мына көпшілік куәгерлердің алдында қасиетті сөз ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах деп 3 мәрте қайталап айтамын. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Жақсы Ансар. Ақмарал Қазыбекқызы өзіңіз мұсылман екеніңізді ла иляха иллаллах لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Жақсы. Яғни Алладан басқа тәңір жоқ, Алланың құлы, әрбіршісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Енді екінші келісім Ақмарал Қазыбекқызы сіздің Ансар Эмил ұлына мәңгілік жары болуға қасиетті мешітімізде және көпшілік куәгерлердің алдында пайғамбарымыз сүннет тамағы неке қидыруға ризасың? Ата-анасы рассыз ба? Жақсы. Ансар Эмил ұлы сіздің Ақмарал Қазыбекқызын мәңгілік жары болуға қасиетті мешітімізде пайғамбарымыз сүннет тамағы неке қидыруға ризасың ба? Ата-анаң рассыз ба? Жақсы, Алла разы болсын. Енді үшінші шарты мәһәр сыйлығы деген ғой, ер адамның өзінің жарына алып беретін сыйлығы. Сондықтан да Ансар бауырым Ақмарал қарындасымызға бірінші Алланың разылығы үшін, екінші осы Ақмаралды көңілінен шығатындай жақсы бір сыйлық табыстау сіздің перзенттік ерекшелік міндетіңіз иншалла. Бұл шариғаттың талабы. Үйленіп отбасын құрсаңыздар, жарларыңызға сыйлық алып беру мәселесі. Сондықтан Ансар бауырым Ақмарал қарындасымызға Алланың разылығы үшін жақсы бір сыйлық табыстау керексіз. Алып бересіз ғой, Ансар? Яғни Ақмаралдың қалауымен. Ақмарал не қалайтын болдыңыз? Иншалла. Алла өзі жүрер ғой. Сыйлықтан сырға, сақина. Сырға. Сырға қойсын. Кейбір қыздар бұяқта машина сұрайтын қыздар болады. Көпшіліктің машина сұрайтын бұл алып беру керек болады. Иншалла ниеті жақсы. Иншалла жанымызда бірге болып сыйласып құрметтесіп жүрген, о да жақсы нәрсе. Ол да үлкен бір не. Иншалла әрине сондай ниетпен келдіңіздер ғой. Ол ажырасу емес ол енді екінші жаңа сырғасын енді өзінің Аллаға разы үшін алып беруі мүмкін. Қыз бала деген өзінің айлап баққан қызы, ертең өздеріңізде қыздарыңыз болады иншалла. Сондықтан да Құдай сізге берген аманаты десе болады. Ол да бір-біріңізді сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Төртінші екі отбасы осымен иншалла некеңіз тамам болады. Бақытты болыңыздар. Ата-аналарды сыйлаңыздар. Өйткені көптеген жастар қазір үйленіп алғаннан кейін ата-ананы ұмытып кететіндер болады. 25 жасында көктен салбырап түскендей ата-анасына ақыл айтатын жастар болады. Сондықтан ата-анамыз қақсын еш оқтап қоя алмайды. Осылай құрсағында көтеріп бағып қағып осындай дәрежеге келуге себеп болған ата-ана ол. Сондықтан ата-аналарды сыйлаңыздар. Ата-аналар разы болса, иншалла Алла да разы дейді. Ата-аналарыңыз ренішпен болатын болса, онда ол жақсылыққа апармайды. Шариғатта айтады, иншалла Алла тағала қаһармен қарайтын сосын бір-бір сыйлап құрметтеңіздер. Өмір деген шын қысқа ғой, осы қысқа өмірді қорғамаңыздар. Екеуінің бір сүйіп қосылғаннан кейін жақсылығы болсын, жаманшылығы болсын, өмірдің енді өмір әртүрлі. Өмірдің өзі күрес қой, енді жол сияқты қиналған барланған бақшылықта, тұщы да болады, баршылықта, жоқшылықта болады. Алла тағала әртүрлі себептермен сынауы мүмкін иншалла. Соны көтере біліңіздер. Бірінші мақсатпен бір-бірін сыйласаңыздар иншалла жаман болмайсыздар. Құрметтеңіздер, көтере біліңіздер иншалла. Енді төртінші шарт екі ұқып басы болсын, иншалла некеміз тамам болады. الحمد لله والمحمود هو الله والمصطفى رسول الله. الحمد لله الذي جعل النكاح فصل بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسول سيد الأنام وعلى آله وأصحابه بر الكرام. وبعد فإن الله تبارك وتعالى أمر بالنكاح ونحى الصفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنة فهو ليس مني. يا قدرة كشوي تعالى. Бүгінгі ұлы қасиетті Раджаб айында қасиетті мешітімізге келіп мынау Ансар мен Ақмарал пайғамбарымыздың сүннет амалы қидырған некелеріңіз Аллах тағала қабыл етсін. Отбасына Аллах тағала амандық беріп, дендеріңіз салып берсін. Құдіреті күшті Құдай Тағала екінің жүздерін жарық қылсын. Аллаху раббана атина фид дуния хасана ва фил арди хасана ва қина азабан-нар би рахматик. Аллаху акбар. Алла насап. Бисмилlah. Ақмаралға бер, Дархан. Мына мешіт осы Ақмаралдың атасының мешіті. Сол кісінің біз шәкіртіміз, Құдайға шүкір. Мына сол кісінің бізге тастап, мына мешітті сол кісінің жолын қуып жатырмыз иншалла. Ансар бауырым айтып жатқан ғой, күйеу баламызға таныстырып иншалла. Қайда?
Әкел. Аты. Ішінде сақинасы жоқ қой. Сақина кем алып келдіңіздер? Құдай оңдасын, еш жаман болмасын, атасы басын. Ya Allah ata olmasın, eş çamaşır olmasın. Allah Teala yerimizge amanlık, yerimizge tırıştık. Benimiz yoksa yerimiz aman bol, Osmanlı'nın yekilerin bayan bol, ölüstanı uzak bol. Allah'ın peygamberşime barşamızda yekili vaktinde dinamı edip gelişti olsun vakka rajabayına Allah Teala'nın şükürlesin etsin. Allah. Allahu Akbar. Vakti olunca Allah'dan başka жоқ Tengir Muhammed onun elçisi. Okusan Kur'an tep-tevir canının жалғыз emşisi. Adamның bäri jat bawur zamanның sol goy kem tusu. Boluğu kıyın hakka kul bilis bolsa görüşüsü. Jer betindegi köp kabir pendenin algan elçisi. Kuldan ne sardık, nefsisin tügüldi sardık. Namazın okup 5 vakit imanın kemilci sardık. Kıyamet günü kuldum de Allah'ın özü süy sardık. Cennette umur geçersin kömründe sonda kıy şalgıp. Ananın eppaq sütünen jumaktın jupari sangıp. Allah'ın barı hakikat tanıtın sonu Dargan sen kimsin? La ilahe dep jasurpak namaz ben kalktım nurun gör. Paygambar salgan izbenen жаңылмай жолдан жүр. Жазылмас деуші жұптарымыз, таусылмас деуші жарамыз. Өзіңсіз жанда мұлдайғы, қол жетпес арман болмайды. Махаббат күні солмайды. Махаббат күні солмайды. Махаббат күні солмайды. Махаббат күні солмайды. Давайте екі жас бақытты olsun. Это не вовремя. Аңсар, Ақмарал, бақытты болыңдар! Қайда шақырып? Bir tosa kim? Kısa. Кеткен некегені үлкен семьяға деген алдыға өмірлерге бірінші қадамдар. Осы қадамдан бастап сендердің өмірлерің басталды деген сөз ответственность. Бала шаға боласыңдар. Осы кеткен өмірді ақ жол. Бақытты болыңдар, бір-біріңді сүйіп өтіңдер. Махаббаттарың өшпесін. Наоборот, жылдан жыл өсе берсін.
бақытты болыңдар. Естідік.
неке той салтанатты тойының құрметті қонақсыздар. Құрметті Ансар мен Ақмарал, бүгінгі күн сіздер үшін, сіздердің ата-аналардың, туыстардың, жолдастарыңыз үшін қуанышқа толы мерекелі күн. Бүгін ол яға қыз қияға қонып, ата-ананың мұқтақталып, парызы орындалған күн. Бүгінгі көтерілген ақтаудың дәулетімен сәулеті, бақымен берекесі, болашағы сіздердің қолдарыңызда. Махаббаттарыңыз баянды болып, өмірдің ащы мен тұщын бірге бөлісіп, өнегелі ұрпақ тәрбиелеп, сауатты да саналы ғұмыр кешуге тілектеспін. Бүгінгі күн сіздің қоштасқан, жанұяларыңызбен алғашқы туған күні. Қазір сіздердің өтініштеріңізге байланысты куәгерлердің қатысуымен сіздердің некелеріңіз тіркелген. Сондықтан салтанатты түрде неке қиылған алдында сіздерге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіздер. Құрметті Ансар мен Ақмарал, сіздердің некеге отыру тілектеріңіз ерікті, екі жақты және шынайы тілекпен қалыңдық неке қиылғаннан кейін сіз қандай текті қалайсыз? Өздеріңіздер қаласыз. Ал енді тоға жақында неке қиылған жазылған қолдарыңызды қойып сұраймын.